дуада Алла Тааланы шаштырбаш керек. Тез бол, тез бол, тез бол, тез қыл дей бербей, дуа қыл дағы болды, шектенбеш керек. Дуада Алланы шаштырба дегенде мағынасы не дегенде пайғамбарымыз айтқан. Дуа қылам қабыл болып айтады ғой деген, бұл Алланы шаштыру екен да. Андай болбай қалады екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан: "Удуаллах ва антум муқинун бил иджаба". Сіздер дуа қылғыла Алла Таалаға, бирок қабыл болғанға бекем, яқин, ишеним менен. Шектенбей дуа қылла деген. Bir hadiste келет, Алла Таала беқапар жүрекке көңіл бурбайт деген. Демек, жүрегі башқа жақ менен алек, жүректен сурабайлы, тилинде эле дуа кылып кайталай бере, жаттаган сөзүн эле кайталай берсе, андай жүрекке Алла көңүл бурбай коет экен да. Демек, дуаны өзү чын жүрөктөн кылыш керек экен. Мынакей, жана дуада шектенбеш керек. Алла Таалам өзү айткан: "Удуауни астажиб лакум", менен дуа кылгыла, сөзсүз кабыл кылам деген.